Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, бітпей тұрған үй сатылады. Мына жерде Үшқоңыр поселок, село Шымалған. Райымбек көшесінен бөлінген кішкентай көше. Райымбек көшесіне жерден 400-450 метрдей жерде. Мынау котельный, мынау кіреберіс, мынау алдына навес болады. Жаздық отыратын беседка болады. Сол жаққа шығаратын есіктің орны мынау. Ана жабық болған соң мынадан кіріп жатырмын. 1, 2, 3, 4, 5 бөлмелі. Кухня, кіреберіс есептемегенде 5 бөлме. Мынау холл, зал, ар жағы спальный. Мына жер киім, анау-мынау жинақ қоятын шкаф, кладовка дейді, әркім әртүрлі айтады. Мына жер тағы бір спальный. Кіреберісте ванна бөлме қалды. Мінекей. Мына жер ванна бөлме, ар жағы котельный. Мінекей ағаштары 45 сантиметрдің шамасына салынған. Черный ағашы дайын. Қағылмаған болмаса, мынау черныйға қағылатын ағаш. Сосын мына жер зал, холл, негізгі үйдің размері 13-те 12. Мінекей. Егер келісіп атсаңыздар, бағасы 23 миллион теңге, саудасы бар. Одан төмен алам десеңіздер, мына жерге навес салып береміз, терезелер салып береміз, котельныйға отдельно кіреді. Есігі 5 сотық жері бар. Бұл үйдің жері қазылып, кіршаш жабылғанына дейін TikTok профилдегі YouTube каналдың полный видеостар қалай салынған, қаншалықты мықтылығы бәрі көрсетілген, өтір нүктесіне дейін. Сол жақтан толық көріп алып алам десеңіздер, көре берсеңіздер болады. Әдейлеп сол YouTubeға түсірілген еді. Фундаменті қазылып, арматуры тоқылып, кірпіші өріліп, сисма поясы, сисма колоннасы бәрі салынған. YouTube'дағы видеосын көрсеңіздер, қаншалықты мықтылықта салынған. Сіздер бұл үйге алуға таласасыздар. Фундаменттің биіктігі 90 сантиметр. Үйдің биіктігі 3 метр. Ішінің биіктігі. Крышасы қалың профнастилден жабылған. Мінекей. Терезесін салып берем, навесін салып берем. Егер 23-ке алам десеңіздер, мына жерге 3 метр навес есептедік. Мынау көше, столб жүріп тұрған 5 сотық жері бар. Мына бір қазықтан, кішкентай шөптің арасында кішкентай қазық, арматурдың ұшы көрініп тұр. Мына жерге дейін 5 сотық. 20-ға 30. Әзірге мынау мал кіріп кетпесін деп, ит кіріп кетпесін деп қаңылтыр жауып қойғанбыз.